бірге. Достар, қалдарың қалай, сабақтарың қалай? Бізде бәрі жақсы. Және достар, бүгінгі видеомыз өте қызықты болады, себебі бүгінгі видеомыздың атауы «Пранк над лучшей подругой». Яғни біз өзіміздің жан досымызды пранковать етеміз. Ал сіздерге қызық болса, кеттік! Міне қазір біз жан досымыз Жанеркеге жазамыз. Оның кличкасы Жанек, сол үшін көп мән бермеңдер. Қазір көреміз, күтеміз оны. Ол обычно жазатын сразу. Не болды? Ал достар, міне осы видео 2019 жылдың бірінші видеомыз. Құттықтаймыз. Және сендерге үлкен рахмет, өйткені біздің каналымызда 60 мың подписчик. 61 мыңнан астам. Сіздерге қалдарың қалай, сабақтарың қалай, нешеге шықтыңдар бізге? Сен айттың. Сұрақ жауапты айтқанбыз. Кім сұрақ жауапты көрген жоқ? Тез барып көріңдер. 2000 лайк жинадыр, 1500 қой. 1500 лайк ана жерде. Тағы да 500 лайк, сосын 4-ші бөлім, иә? 4-ші бөлімі шығады. Тез лайк қойыңдар. Біз күтеміз. Не, без шанстер, Жанек, алло, ты тут? У нас плохие новости. Какие девушки? Біз бағана только что с родителями поговорили и, короче, они сказали, что он приезжает в другую школу, в другой город, прикинь! На жерде сосын актерскийді қосу керек, типа. Басқа мектепке, басқа қалаға көшіп кетті. Бүгін өйткені біздің ата-анамыз басқа жұмысқа Алматыға кетіп қалды. Бізге де сол жерге бару керек. Мама, папа басқа жұмысқа Алматыға кетеді. Папа уже кетіп қалды Алматыға самолетпен бірге, уже мамы теперь это остались. Прикинь, только сегодня сказали, прикинь. Өте қатты уайымдап тұрмыз. Өйткені они жазады сейчас. Жанек, бізге это бір апта ғана қалды, только мама заявление жазады екен, они екібайдағы бар. Короче, бәріне погадит. Нет, біз ертең мектепке келеміз, мамамен бірге, потом они екібайдағы бар. Мама заявление жазады. Біз басқа, ладно, понимаю, басқа мектепке, но басқа қалады. Да. Біз осындай смайлик жібереміз. Өйткені біздің тоже жылап жатырмыз. Егер осы видеоны қазір сен көріп отырсаң, sorry. А что там? Плачите. Да. Вот ушло. Это не пранк. Блин. Не забывай нас. И мы тоже тебя никогда не забудем. Мы останемся самыми лучшими друзьями. Что так? А я Гастанан. Почему раньше не сказали? Капец. Жазыватыр. Біз ешкімді өмірімізде осылай пранковать еткен жоқпыз, бірақ бір рет әжемізді, оның жай болды алфавитім. Бірақ мынау хотя бы на гулянку пойдете. Сыныптасымыздың туған күні болды, да? Сосын бізді шақырып жатыр. Алмаздың туған күніне барамыз. Содан кейін біз самолетқа отырамыз. Бізде самолет сағат таңертеңгі 4:50-де ұшады. Да, бізде там 3:50-де болу керек, что вот біз Алмаздың туған күніне барамыз, конечно, чтобы с всеми там попрощаться и так далее. И потом... А я вас потому что это... Мы сами не знали, мама келді сөйлестім, мы тоже заплакали и... Все, ну короче, пока это, навсегда. Чукай себе, как раз чукай себе, привет. Я плачу.
плачет. Я теперь тоже плачу. Слушай, чекшімізге айтып қоймай ма? Just ты там никому не говори, деп пока. Женек, ты там только никому не говори, ладно? Хотя бы 5 класста бітіріп кетсеңдерші. Я по-любому всем скажу, вы меня остановите, девочки. Как вы не понимаете, что я же лучшая подруга, и как мне не остановите? Ол қазір жылаватыр, бізге сонда это правильно, жасан да? Ол, ертең мектепке барамыз, Джеки. Все, пранканули? Мен өзімді сезініп жатырмын, как будто мен по-настоящему кетіватырмын. Қазір не заплакать. Рука слишком кіріп кетпеуге. Вы там только себе, мама, тебе лучшую подругу не найдите. И всегда наша лучшая. И что далеко смотришь? Осы видеоны мен детсатта десең көресіңдер. Кешіріңіз, I'm sorry. Қыздар, менің өзім ойымша жеткілікті сияқты, біз қазір оған жазамыз. Это пранк! Увидела, там увидела. Увидела? Вот. Уже как будто реально плакали. Мы же актрисы. Актриса. Жарек, I'm sorry, но это был пранк. Смотри следующее видео на нашем канале. Себя увидишь. Ладно, без обид, сори. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Ал достар, біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Өйткені біз өте қатты қалай сөйлеген сөзбен айта алмайсың. Және сендермен бірге болған Адина, Мадина, Твинс. Бай-бай! Және достар, лайк қойды ұмытпаңдар. Және комментария жазып, каналға тіркеліп, және колокольчикті басыңдар. Бай-бай! Завтра я вас убью. Айттық қой. Она заплакала, реально заплакала.